Енді бала туған соң семіріп кететін болдым. Тренировкаға барғанның бәрі сол кезде бекер болатын болды. Бірдеңке басып қойған сияқты болып. Ой, мына боқты басып кеткен ба, енді аяғымды жуым керек. Ханым, не болды? Не болғанын сұрама, даже на бойғы аяғымнан ұялып кеттім. Бетімді жауып алып, аяғымды жуып келген осы жерде тыныш тұрсын ба? Ханымға обал болды ғой. Ысқырға ота есе, мына балдарға жылап, нерв қатесін шығар. Мына бала нерв қатесін шығар. Биби! Шау, ханам! Зілес! Ой! Балам! Өзімнің де баламнан айырылғым келіп жүреді. Енді міне баламнан айырылдым. Служанка! Тәй, служанка, тұр. Дәрігер шақыру керек. 102. Әлі саламатсыз ба, скорый. Менің служанкам баретта, сөйтіп, оны машина соғып кетті. Тез келіңіздер. Кеп қалған сияқты. Келе тұр. Служанка, сәл шыда. Қазір больницаға барып қаламыз. Тезірек болыңыздар, тез жүргізіңіздер машинаны. Не істеп жатсыздар? Ай қарап жатсыздар ма? Служанка, тұр, сен маған көмегің керек, әлі екеуміз. Бірге не қылуымыз керек? Әртүрлі заттар жасауымыз керек. Үйімізді қайтаруымыз керек. Служанка, тұр. Служанкаға кіруім керек. Жоқ, сізге кіруге болмайды, біз ота жасап алайық. Ол тұрмай жатыр. Ең қатты максимальный режимге қойыңдар. Көзін ашып атқан сияқты. Ханым, ол көзін ашты. Не бұл керемет жаңалыққа, мен служанкама кеттім. Служанка, есіңді жидың ба? Әйтеуір. Мен қақтам. Сен больницадасың, сен машина соғып кетті. Мені кешір, сен мен үшін машинаға соғысып қалдың. Сенің өлгеніңді Құдайдан тіледім. Енді жақсы, тұра ғой, екеуміз әлі көп нәрсеге жетуіміз керек. Тұр. Екеуміз әлі үйімізді де қайтарып алуымыз керек. Біздің әлі үйімізде жоқ, білесің бе, үйімізде. Үйімізді қайтарып алу үшін сен де тірі болуың керек. Себебі бізге тамақ жасап тамақтандыратын тек сен ғана. Жақсы.